Сәлем баршаңызға. Мен атым Алмас Алтай. Желіні жарып жіберген мына бір видеоны тағы бір қайталап көріп шығайықшы. Қытай мемлекетінде туып өсіп, осы Қазақстан мемлекет құрылды деген кезеңде, сол кезеңде жүрегімнің түкпірінде осы Қазақстанға барсам. Бұл Базарбай Әбілғазы атты көкеміздің мемлекеттік марапат алып, ағынан жарылып тұрған сәті. Жалпы тарихи отанына оралған қандастарымыздың арасында жүрегі қазақ деп соққан, елім деп елжіреп тұрған азаматтар өте көп. Халықтың алдында жүрген, қоғамның құрметіне бөленген, еңбегімен төрге шыққан азаматтар о жақта да жеткілікті. Әлбетте, ештеңеге риза болмай, Қазақстанды жамандап, шетелде отырып, аузына келгенде оттайтын Серікжан Біләш сияқты қандастар да бар. Қысқасы ет турайым ғой, ет турайым де. Қалаулай, қаулайлым, қаулайлым. Серікжан Біләш па, Серікжан Біләш па, сондай бір керауыз бар. Ананың ютубта айтатын әңгімелері таза қиял, өтірікті шынды Құдай ұрғандай қылып көк малтасын езетте отырады. Сондай есі жарты, ақылы таңқы адамға қалай сенуге болады? Қылықтанып, қылмыңдап жүретін ұрғашы, сұлу, маймыл, жезөкше. Сол Серікжан Біләш қой. Анау Қытайдан келген қандастарымызды мұнау қазақшыл, мұнау қытайшыл деп бөліп, орталарына жік салып, аласапыран қылып жүрген. Қазірде диван батырларға ютубта лекция оқып, өзінің шолақ ақыл, олақ тілімен қазақты Қазақстанға айдап салып жатыр. Бұл Біләш деген нағыз жүрген жеріне шөп шықпайтын ант тұрған ғой. Қазақстан ортақ отан. Сен түрікпеннен келдің, сен өзбектен көштің, сен моңғолдан келдің деп ешкімді бөлмейді. Заң ортақ, жағдай ортақ. Еңбек ет, тырбанып, тірлік қыл. Отанға оралған қандастарымыз, бәріміздің де достарымыз, бәріміздің де таныстарымыз, олардың арасында бел жазбай еңбек етіп, сол еңбекпен дәулетке жеткен азаматтар көп қой арасында. Адамды адам еткен еңбек қолы қимылдағанның аузы да қимылдайды. Ендеше бел жазба, еңбек ет, анау жоқ, мынау жоқ деп отыра беру мұратқа жеткізбейді. Өзгелердің өмірі жақсы болса, кәсібі дөңгеленіп тұрса, демек ол еңбек етті, жұмыс жасады деген сөз. Үкіметтен берілетін қолдау көп, әлеуметтік төлемдер жеткілікті. Ендеше дауыс дегенше, шу шығарғанша, одан да сол қуатты адал еңбекке, кәсіпке, жұмысқа бағыттау керек. Ниет ақ болса, пейіл кең болса, жан аямай еңбек етілсе, Базарбай көкеміздікі сияқты марапатқа әркім ақ жетеді.